Саламатсыздар ма қыздар, қалдарыңыз қалай? Құрбан айттарыңыз қабыл болсын. 10 минутта дайын болып шығатын 7 шелпек дайындаймыз. Үй температурасындағы айранға ас содамызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Сары майымызды қосып, оны да жақсылап араластырып, шай қасықпен 3 қасық қант саламыз. Жақсылап араластырған кезде осылай не болады, шариктар шығады. Оның үстіне ұннан аз-аздан қосып отырып, араластырып, кейін қолмен араластырып жұмсақ қамыр илейміз. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментария жазып, өз пікірлеріңізді білдіріп қойыңыздар. Келесі видеоның шығуына маған күшті мотивация болады. Осылай иін қанғаннан кейін бетін жауып, 10-15 минутқа қалдырамыз. Иіні қанып тұрған қамырымызды 7 бөліктерге бөліп, оны кішкене қоя тұрамыз. 5-10 минуттай бетін жауып, содан кейін оқтаумен дөңгелек етіп жайып пісіре береміз. Аяқ асты қонақ келген кезде де жасаса болады. Үйдегі бар заттармен жасалады. 15 минут, 10 минутта дайын болатын 7 шелпектер, бауырсақтар болып шығады. Үйде жасап көруге кеңес беремін. Ас болсын, мені қолдап кетіңіздер. Осылай қызып тұрған табамызға 2 жағын қызартып пісіріп ала береміз. Өте дәмді болып шығады, жұмсақ болып шығады. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып қойыңыздар. Ас болсын.